Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шие қосылған крамбл дайындайтын боламыз. Бұл крамблдың құрамына басқа да неше түрлі жеміс-жидектерді қосып, алмастырып жасай берсеңіздер болады. Маған өте қатты ұнаған пирогтардың бірі. Олай болса, достар, видеоның соңына дейін тамашалап, ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Дайындап алған ұнымыздың үстіне тұзды және салқын сары майды салып, осыны қолмен үгітіп, ұнтақ жасаймыз, яғни крошка дайындайтын боламыз. Ұнтағымызды дайындап алғаннан кейін, осының үстіне сұлы жармасын және грек жаңғағын салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Грек жаңғағын орнына қалаған жаңғақтарды қоса берсеңіздер болады. Ұнтақтың үстіне мен 3 ас қасық табиғи балды салып қолдандым. Балдың орнына қантты қолдансаңыздар да болады. Бізде шие қышқыл болғандықтан тәттісін көбірек салсаңыздар болады. Осының барлығын жақсылап араластыруымыз керек, себебі ұнтақтың барлығы балмен жақсылап араласуы қажет. Дайындап алған формамызға сүйегі алынған шиені салып, оны тегістеп шығамыз. Үстіне ұнтақты салып, оны тегістейміз. Крамблымызды енді қызып тұрған пеште беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне достар, біздің крамбл пісіп дайын болды. Мен осындай қып-қызыл болып піскенін ұнатамын. Енді ыдысымызға салып, крамблдан ауыз тиетін боламыз. Шие қосылған крамбл мен балмұздақ екеуінің дәмі өте керемет үйлеседі. Жасауында ешқандай қиындық жоқ. Осы крамблды мен сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.